Налян Седатты басқа бір қызбен ұстап аламын дейді, бірақ Седат өз достарымен көңіл күй көтеріп отырған екен. Бұны білген Налян көлігіне отырып кетіп қалады, Седатты тастап кетеді. Фарида Джаннаға хабарласып кездесуге шақырғанда, Джанна әкем ауырғандықтан Анкараға кеттім, мен Стамбулда емеспін деп өтірік айтады. Пера Музоға келіп одан кешірім сұрайды. Қателік жасадым, мені кешір, екеуміз қайта қосылайық дегенде Музо оны тыңдамай кетіп қалады. Үйге таксимен жеткен Седат, Налян екеуі тағы да ұрысып қалады. Фарида ханым болса есіктің сыртында тыңдап тұрады. Селен күйеуіне айтпай Эмирмен кездесуге келеді. Фарида ханым Таконың бөлмесіне келіп, Налянның бөлмесіне неге хаттарды қойып жүрсің, кім қойдырып жүр деп оны қылғындыра бастайды. Тако шындығын айтады, ол хаттарды Альптың қойдырып жүргенін және ол үшін маған ақша берді дейді. Селен үйіне қайтып оралады, күйеуіне Эмирмен кездескені туралы айтпайды. Жай серуендеп келдім деп өтірік айтады. Седат әкесі мен анасының ажырасайын деп жатқанын Селеннен біледі. Налянға кеп ұрсады, әке-шешемнің ажырасайын деп жатқанын не үшін маған айтпадың деп. Налян да уақытым болмады, ұмытып кеттім деп. Седат пен Налян тағы да ұрсады. Фарида ханым Альпқа келіп, менің қызыма неге хаттар жазып қалдырып жүрсің, сенің мақсатың не деген кезде. Альп та Джанна баланы алдырған жоқ және оның әкесі Седат дейді. Фарида ханым өзін жаман сезініп, Альп та өз-өзіне ырза болады. Сол кезде Фарида ханым өзін жинап алып, Джаннаның саған қайтып келгенін қалайсың ба, онда менің айтқандарымның бәрін істейсің дейді. Седат анасымен кездесу үшін оның тұрып жатқан үйіне келеді. Екеуі әңгіме айтып отырғанда ол жерге Джанна да келеді. Седат, Налян екеуміздің арамыз жақсы емес, екеуміз күніге ұрсамыз дейді. Хайри мен Налян ешкімге айтпай жасырын түрде қыдыруға кетеді. Жолай дүкеннен кәуап пісіру үшін керекті заттарын алады. Табиғат аясына келіп, дастархан жайып, кәуап пісіруге кіріседі. Селен әкесіне келіп, ажырасудың себебін сұрағанда әкесі де Гүлжихан мен Жабит екеуі бұрыннан таныс екен, атастырылып қойған екен, жас кездерінде бір-бірін жақсы көріпті деп айтады. Джанна мен Гүлжихан ханым әңгімелесіп отырғанда ол жерге Фарида ханым келеді. Сендерге қызымды бергеніме өкінемін, сендер бізді алдадыңдар. Фарида ханымның жағдайы нашарлап кетеді. Эмир Селеннің жұмысына келіп, екеуі әңгімелесіп жатқанда ол жерге Лебен кіріп келеді. Джанна Седатқа Фарида менің баланы алдырмағанымды біліп қойыпты деп хабарлама жібереді. Фарида, бұл туралы Налян білмесін, әйтпесе Седатпен ажырасып кетеді. Сен Джанна мені шығарып сал дейді де, Джаннаны есінен тандырып, көлігіне салып алып кетеді. Ал бұл уақытта табиғат аясында Налян мен Хайри тамаша уақыт өткеріп жатыр еді. Налянға Седаттың түнгі клубта екенін Билур айтқанын білгенде, Седат Билурге айқайлап ұрсып кетеді. Налян үйге тамаша көңіл күймен оралады. Өйткені табиғат аясында Хайри мен өткізген уақыт бұған жаққан еді. Фарида ханым Джаннаның екіқабат екенін біліп қойды деп Седат пен Селен қатты уайымдап жатады және Джанна да жоғалып кетті. Барып Фарида ханымнан қалай сұраймыз Джаннаның қайда екенін деп бәрі уайымдап отырады. Музо әкесіне келіп, анаммен ажыраспа, кейін өкініп қаласын дейді. Анам мен Жабиттің ортасындағы оқиға осыдан біраз жыл бұрын болған, ол қазір сені жақсы көреді дейді. Пышағың менде қалып кетіпті деп сылтауратып Хайриге келген Налян екеуі көлікте әңгіме айтып отырады. Седат Налян мен Хайридің көлікте әңгіме айтып отырғандарын көріп қояды. Фарида ханым Рафет мырзаға келіп, Джанна екіқабат екен және оның баласының әкесі Седат, сіз ата-атанасыз деп айтып кетеді. Бұл уақытта аяқ-қолы байлаулы Джанна жертөледе отырған еді. Селен Седатқа әкеміз енді барлық шындықты біледі дейді. Рафет мырза келіп баласына ұрсып жатады. Фаридаға Налянның шын әкесі Метин хабарласады. Төмендегі ссылка бойынша арнама қосылып алыңыздар және Джаннаның басы бәледе туралы оқиғаны қарасаңыздар болады.